Жұмысқа тарту жазасы бұл ерте заманнан айтуға болады қолданылады. Бұл басында 1889 жылы Италияда басталған. Одан кейін қоғамдық жұмысқа тарту мынау Швейцария елінде 1971 жылы қылмыстық кодекске осындай жазаны енгізген. Біздің елде 1998 жылы қылмыстық кодекс қабылданды. Егеменді Қазақстан сол кезден бастап біз орындап жүрміз. Бұл жазаның түрі пайдасы анау бас бостандығынан айыру мекемелеріне жібермей, отбасының жанында тұрақты жұмысынан айырылмай, оқитын студенттер оқуын үзбейді, үйінде тұрып, күніне 4 сағат, аптасына 40 сағаттан аспайтын уақытта олар жұмыс жасау керек. Жаңағы қоғамдық теріс қылық жасағандар үшін теріс жаңағы 20 сағаттан 800 сағатқа, және қылмыс жасаған жаңағы төмен және орташа қылмыс жасағандар үшін 800 сағаттан 1200 сағатқа дейін сот шешімі шығады. Соны біз бір айдың 10 күннің ішінде бізге келген сотталғандарды жұмысқа орналастырамыз. Қай жерде істейтін әкімдік жанындағы консультативтік кеңесші орган сотталғандарды түзеу мекемелерінен босап шыққан, пробация есебінде тұрған сотталғандарды әлеуметтендірумен шұғылданатын кеңес бар. Сол кеңестің шешімімен бүгінгі таңда Астана тазалық және Астана көгалдандыру мекемесі тағайындалған. Олармен меморандум бар. Егер де жалтарған жағдай болатын болса, біз жазаның одан да жоғары күшті түріне ауыстырамыз. Сотталғандар егер жұмысқа келмесе, кешігіп келсе, анау берілген жұмысты атқармаса, 4 сағатқа дейін бас бостандығын шектеу жазасына, не болмаса қамауға алынады. Одан басқа мынау штраф төлемейтіндер бар. Белгіленген штраф төлемейді. Сол мысалы оларды да біз мынау осы неге қоғамдық жұмысқа тартуға мүмкіндігіміз бар.